Қазақстанның аймақтары былай тұрсын, әлемнің аузында жүрген Шымкент қой, жасыратын жоқ. Жалғыз біз емес, алыс жақ шетелдерде жүрсек те, мысалға біліктілігімді арттыру мақсатында Әзербайжанда болдым. Сонда Бакудағы жүрген әзербайжандардың өзі Шымкент туралы аузының суы құрып тұрып айтып, мақтанышпен айтқанда кеудеңді қуаныш кернейді. Сол орайда мейірімділікке толы қала ғой, қайырымды қала, білмеймін, ауа райына байланысты ма, жұрттың барлығының жұмсақ мінезі, көркем қасиеттері, көпшілдігі, тез араласып кетуі, қонақжайлылығы, осының барлығы сол керемет қасиеттердің ішіне сиятын шығар деп ойлаймын. Қайырымды қала деп айтуға толық негіз бар. Ағаға деген құрметі, ініге деген ізеті, соның барлығын бір жолға, жүйеге қойылған сияқты бір жалпы өнер әлемінде де дала консерваториясы деген ұғым бар ғой. Сол сияқты жазылмаған заңдылықтар бар да Шымкентте. Сол жағынан келгенде қонақжайлығын енді бәрінен биік тұрады деп ойлаймын. Шымкент қайырымды қала.